Мүлігім мықтылардың мекенісің, мықтылардың жанып тұрған жүрегісің. Сенде туып, сенде өскен әр азамат дәл осылай іс жасарын білемісің? Шабыттанып бұл өлеңді не үшін арнап жатырмын? Ардақты ағайын, құрметті ауылдас және біздің саны шексіз көрермен қауым. Біздің ауылдың 17 санды Шоқан Уәлиханов атындағы мектепті 2006 жылы бітіріп кеткен Алматыдағы және ауылдағы 1988-дің жігіттері туған жердегі ана мектебін, өз оқыған сыныптарын көріп, балалық шағы өткен екінші үйіне қадам басып келіп жатыр. Құр қол келген жарамас деп, мектептің концерт кештері өткеретін залына керемет сахналық перде жасатып, сыйға тартқалы жатыр. Шығарылым барысында куәсі болдыңыздар ағайын. Арал теңіз қызыл құм өзегінде, шуақты жер мүлігім жүрегімде. Арман қуып өскен жер қымбат маған, аңсарым бар ауатын өз еліме. Ауылым деп ән салып тамсанайын, шарықтасын көңілім жан сарайым. Қоспан құмнан өрлейін бөрші тауға, туған елді танытып жар салайын. Ауылдағы балдар, ауылдасының ауыз сасып дейді ғой, біздерді не қылар демейдер, дәрігерді сау болсын. Бүгінгі шығарып атқан естерің қабыл болсын, Рамазан айларың құтты болсын, ниеттілік деген болсын, тілектеріңді Алла оңғарсын. Ата-аналардың алдарында аман болсын, келіспей салауат, қосылған жаңалықтарың болса құтты болсын. Мына балдарымыз үлкен, өзімізге кеңесі, ата-ана болып жатыр екен, үлкен мақтаныш екен. Өзіңізді ауырмаңыз. Рахмет. Бөрші тауым, ақ көлім, қара терең, қоңырат көл, дәу қара дара елең. Жаңа дария, кендірлі маржан көлім. Сабақтың уақытында енді барлығы кешірімді болсын. Себебі қазір осы 88 жылға туылған балдар осы мектепте бір уақытында біздің мектебімізде сіздер сияқты балалық дәуірін өткерген, осы мектепті 11 класты аяқтаған, тамамдаған, қазіргі уақытында осы біздің ауылда қызмет етіп жатырған, өздерінің жұмыстарын жалғастырып жатырған. Одан қалса 4-5 балдарымыз Алматыдан келіп жатырыпты. Бұлардың бұл жерге келгендегі мақсаты
бір уақытында осы сіздердің отырған парталарында бұл балдар да оқушылық дәуірін бастан кешкен, өткерген осы жерде. Енді бүгін арадан 20 жыл салып, қайтадан Алтын Ұя мектебіне 20 жыл болды ғой. Енді біз Алтын Ұя мектебімізге ұстаздар менен, сол мектебімізбенен барып көріп, еске алайық деген ниетпенен биыл соны ұйымдастырып жатқан екен. Яғни бұл 1988 жылы туылған балдарымыз мектеп бітіргенде биыл 20 жыл болған екен. Мына қараңдар, құрметті оқушылар, мына балдарымыз сіздер де кішкентай балдар болды. Қазір қарасаңдар, бізге кеңесіп, Аллаға мың қатты шүкір, біздің орталығымызға келіп, Алтын Ұя мектебімен кездесіп жатыр. Бұған біздер дәл ризамыз. Міне бұның өзі адамға ізет үрметті көрсетеді. Мына балдарымыз сонау басқа шет мемлекеттерде жүрсе де, өзінің елін, туған жерін, туған мектебін, білім алған мектебін, осы дәрежеге жеткерген жаманды жақсылы мектеп ұжымдары екендігін біліп, еске алып осы жерге келіп жатырыпты. Сондықтан сіздердің атыңыздан, өзіміздің мектеп дирекциясынан шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарында табыс болсын, шаңырағында аманшылық болсын, Рамазан айында не тілек тілеген болса, тілектерін барлығымыздың Алла тағала оңынан берсін. Біз 1995 жылы осы мектеп табалдырығын аттадық. 2006 жылы біз бітірдік. 2026-да 20 жылға келіп тұрмыз. Арадан өмір деген бір кішкентай ғана уақыт. Сіздер де осындай бір-бірлеріңді сағынасыздар, бір-бірлеріңді іздейсіңдер, сол күнге жеткізсін. Қазір енді бір-бірімізді күнде көргеннен кейін жаңа неғылмайында шықтырмайды. Бұндай қылмаңдар. Берса. Біз 95 жылы келгенде 5 класс болғанбыз. А класс болды, Б класс, В класс, Г класс, Д класс болды. 5 класс болғанбыз. Дұрыс, әне оқушылар ғана қызығып отырыпты қазір соғанда. Біз деген көп болатын. Сағат 1-де бұл жерге кіргізбейтін бізге. Сыртта тұратынбыз. Маңқырақ оқушы тұратын бұл жерде. Сондай болды. Ханзада апайымыз біздің осы жердегі анамыз. Енді мынадай, алдарыңызда шығып тұрған ағаларың аткорымнан қатынайды мен. Ол кездерде ұзақ жолда бұндай емес, соқпақ жолдар, сондай қиыншылықтарды менен сабақтан кеш қалмай, сабаққа қатынасып барып балдар сондай. Бірақ енді жолдың ұзақтығын айтып жатырмын да. Қазір енді осы сондай қиыншылықтарда, сондай білім алып, осы дәрежеге жеткенін сіздерге білдіре алмай жатыр, жеткере алмай жатырды да. Құрметті ағаларымыз, 20 мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті оқушылар, сіздерге бұл жерге келіп кездесіп жатырғандығының себепті, сіздердің алдарына келіп жатырған ағаларың 1988 жылы туылған балдар. Осы балдарымыз бір уақытында сіздер сияқты осы Алтын Ұя мектебінде, сіздер сияқты шәкірт болып, осы жерде 11 класты тамамдаған. Қазіргі уақытында осы ағаларың, апаларың, өзімізбен бірге жасап қалғандары басқа мемлекеттерде жасап жатырды. Сондықтан бұлардың осы 1988 жылы туылған балаларымыз мектеп бітіргенде 20 жыл болған екен. Сол 20 жылдық тойын биыл өткеруге межелестіріпті. Сол үшін сонау Алматыдан келіп, ауылдағы өздерінің бірге оқыған достары менен Алтын Ұя мектепке барып, сол Алтын Ұя мектебін өткен бұдан 20 жыл бұрын қандай болса, қазіргі уақытында қандай екен деген сезімменен мектепке келіп кездесіп жатырды. Міне, құрметті оқушылар, осы ағаларыңызға, апаларыңызға, сонау басқа мемлекетте жасап жатырған, бірақ осы жерге осы достарымен бірге келе алмай жатқан 1988 жылы туылған апаларыңа да, ағаларыңа да, мектеп жанұяның атынан, осы оқушылар, шәкірттердің атынан биылғы 20 жылдық мерекелері оң болсын, құтты болсын дейміз. Және сіздердің атыңыздан
бүгінгі беріп жатқан иістері ертеңгі Рамазан айлары құтты болсын дейміз. Келген сол сапарлары сәтті болсын, қайтадан елдеріне аман барсын. Ежелеп өткерейін деп жатырған 20 жылдық тойлары құтты болсын. Сол сіздердің жүздеріңді жарқын ететін балалар болсын. Тілектеспін. Құрметті ағайлар мен апайлар, сіздер осы мектепті 20 жыл бұрын бітірген екенсіздер. Және 20 жылдықтарыңызбен шын жүректен барлық оқушыларынан құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум оқушылар, мұғалімдер. Мына сонша 2000 километр жерден келіп атқан балдарым, қадамдарым құтты болсын. Мына Алтыния мектептеріңе қадам атып келіп атсыңдар. Сол қадамдарың құтты қадам болсын. Сіздерді Алла сыйласын. Бітіріп кеткен мектептеріңді ұмытпай, келіп, еске алып. Мына жылда болып атырған не болып кетті, бастама болып кетті ғой, мектебімізге мынандай перде әкеп тұтып, мектептің нелерін жаңартып атсыңдар. Сіздерге мыңда бір рахмет. Алла сыйласын сендерді. Міне әйтеуір 5-ші класстан бастап 11-ші классқа дейін класс жетекші болдым. 5-тен бастап. Ол кезде біздерде 5 класс еді. Біреу сол еді, еншімеді. Назым Бұлақов деген оқытқан мұғалімдер болды. Сонан кейін классқа дейін болды да, кейіннен жаңа көшу басталғанда әйтеуір балалар азайып ең соңында бітіретін жыл 2 класс қана бітірдік, А класс болды. Қалғандары көшіп кетті әйтеуір, сондай болды ғой. Сол кезде менің А класс болып қалды. Әзір менің А классынан бері 2 ғана оқушым бар. Қалғандары енді Б классының балдары, бірақ енді бастап кетті солай 5 класстан шыққан балдар ғой. Рахмет сендерге, Алла сыйласын. Осындай балдардың, қыздардың да бұл бастамалары, осы әйтеуір балдарды жіберіп ауылға бәрі келуге мүмкіншілігі жоқ, оны білеміз. Соның үшін өзі жіберіп, осындай етіп подаркамызды тапсырып келдің біздің атымыздан деп айтып жатырды. Олардан сөйлесіп тұрыппын. Оларға да мыңда бір рахмет. Әйтеуір көшіп кетсе де ауылын сыйлап неғып жатырды ғой. Рахмет, берекет тапсын балалар. Енді балдарым сол сіздерден осындай үлкен апайларының жолын берсін, үлкен азамат болсын, болыңдар. Әрқайсысы қожалық егесі ғой, олардың да балдары ер жетіп қалды алды. 20 жыл деген біраз жыл ғой енді қарап тұрсаң. Мектеп бітіргеннен кейін көп болса 5 жылдан кейін үйленіп бастады бұлар. Сондай енді балдары ер жетіп жатырды. Сол, не дейміз енді, балдарым аман болыңдар. Әлі сендер жаңағы пәлен жасқа келгенменен 40-қа шамаласып қалғанмен біздерге әлі баласыңдар. Бала болып көрінесіңдер әлі алдымызда. Бағана сол балдарымды көріп, деп бір толқып кетіп жатырмын, баяғы кішкене балдар деп беттеріне қарап тұрып танымай қалғандарым бар, танығандарым бар. Сол сыйлап жатқандарыңа мыңда бір рахмет. Құрметті 1988 жылы бітіріп келген түлектер, қош келіпсіңдер. Шоқан Уәлиханов атындағы мектепке бүгінгі әкеп беріп жатқан сауаларыңызға рахмет, көп. Сонша жерден келіп, мектепке хабар алайық, келейік, 20 жылдығымызды өткерейік деп келіп жатсыңдар. Рахмет, тойларыңызды жақсы өткеріңдер. Бала шағаңыздың алдына аман есен жетіп алыңдар. Бала шағаларыңызбен теңнен қартайыңдар. Жұптарыңыз жазылмасын. Сол аманшылықта көрсек, рахмет көп. Құрметті де қымбатты шәкірттерім және ұстаздар. Міне бүгін біздің мектепте 1988 жылы туылған, 1995 жылы мектеп табалдырығына 1-ші классқа оқуға келіп, 2006 жылы осы мектепті бітіріп, 11-ші класты бітіріп, осы 17 салалы мектепті бітіріп,
әр қайсысы өздерінің келешегі үшін осы мектептен ұшқан түлектер. Біріншіден, баршаңызды ертең жақын арада болайын деп жатырған 20 жылдық мерекелеріңменен шын жүректен құттықтаймын. Әрбіріңіздің отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық, өмірлеріңе ұзақ, қосақтарыңмен қосағарып, осындай жақсы ниетті, қуанышта барлығымызды кездесуді Алла нәсіп етсін. Мен осы шәкірттерімменен мақтаныш етемін. Неге дегенде, бір уақытында 1995 жылы оңы менен солын танымай мектеп табалдырығына аттап, 2006 жылы өздерінің оң солын танып, келешекке жол салып, бүгінгі күнде басқа мемлекеттерде, әлде өзіміздің елімізде жақсы қызмет етіп жатырған шәкірттер. Мен біріншіден Аллаға осы үшін мақтаныш етемін. Енді қарап тұрсақ, бұл адам өмір деген. Артта 20 жыл қалдырып, балдарымыз бүгін өзінің туған жері үшін, туған ел үшін, алтын ұя мектебі үшін, алтын ұстаздары үшін, осылардың барлығының өздеріне осындай жол салуына көмектескенін еске алып, осы жерге келіп отырғандарына бәршеңізге мектеп жәмиғатынан рахмет айтамын. Құрметті де қымбатты түлектер, шәкірттер. Міне, бізді сыйласаңыздар, Алла сыйласын. Айтып жатырыпты, өткенде де кешеме алдындағы күні осы балдарымыз келді, ауылдағы балдарымыз, Алматыдан келген балдар, Алматыдан келген балдарымыз сол неше класс болып бітіргендерін, 5 класс болып мектеп табалдырығын аттаса, бітірген уақытында олар 3 класс, 4 класс болып бітірген, көшушіліктің салдарынан сондай болғандығын айтып жатырыпты, еске түсіріп жатырыпты. Класстарға кіріп, оқушы балдарымызбенен біргелікте кеше біздер де сіздердей болып едік. Бүгін міне үлкен азамат болып, дүниенің жан-жақтарында еңбек етіп жатырмыз деп өздерінің жақсы тілектерін, жақсы сөздерін айтты. Міне бұл үшін, бұларың үшін барлығыңызға рахмет, мен мақтаныш етемін. Себебі шопан қойыменен мақтанса, егінші егінімен мақтанса, біз осы түлектерімізбен мақтанамыз. Қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар. Сонау жерден келіп, өздерінің сонша неше класс бітірсе де қалған, елінде қалған, Қазақстан жерінде қалған, өздерінің бірге жүрген дос қыздары, балдары атынан, солардың аманатын елге жеткеріп келген мына балдарымызға рахмет. Қала берсе, осылармен аяқ қосып, осы жерде Алтын ұя мектебіне біздермен кездесу ұйымдастырып жатырған біздің ауылдағы осы 88-дің жігіттері мен қыздарына рахмет. Құрметті де қымбатты түлектер. Ол жақтағы басқа осы 88 жылғы ұл қыздар, ауылдағы ұл қыздар, сіздердің бәршеңізге мектепті сыйлап, мектепте осындай балалық шағын өткеріп, бүгін келешекке жол салып, сол жолдың әртүрлі соқпақтарынан сүрінбей өтіп, осы дәрежеге жетіп, бүгінгі күнде қайтадан Алтын ұя мектебіне келіп, бізбен кездесіп жатырғандарыңа сансыз рахмет. Мына бүгінгі біздің мектебімізге алып беріп жатырған перделеріңе рахмет. Бізді сыйласаңыздар, Алла сыйласын. Өсіріп жатқан ұл қыздарының қызықтарын көріңдер. Ұл қыздарыңызда сіздерге осындай қызмет етсін. Елдеріңізге аман жетіп барың, ауылдағы балдарым, қыздарым, сіздер де аман болыңдар. Қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар. Садақа берейін деп жатқан болсаңдар, садақаларың қабыл болсын, тойларың тойға аласын, 30, 40, 50, 60, 70, 80 жылдық тойларды жұптарың менен жазылмай көрсуді сіздерге де, біздерге де Алла нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірлі ұстаздар және оқушылар. Бүгін міне 20 жылдық тойларымыздың бастамасы менен мектепке қадам атып, осы 17-ші мектепке сыйлықтарыңды бергелі жатыр екесіздер. Оң болсын, табыстарың табысталасын. Мектепке қалдырған естеліктерің құтты болсын деймін. Мен 96 жылы институты бітіріп, осы мектепке қадам атып, мұғалім болып келген жылым, сіздер 2-ші класс едіңдер. Сол кезде мен өзбек тілден сабақ бердім. Өзбек тіл қазір біздің мемлекеттік тілімізге айналды. Мемлекеттік тіл қазір біздерде өзбек тілі. Соған міне 21 жыл болған екен. Сіздерге өзбек тілден сабақ бердім. Сәбилік кездерің, балалық шақтарың көз алдында әрине.
сол көз алдында тұрған бейнелерің әзіргі бейнелеріңе тура бейім береді. Сол жақсы оқыған білімді балдарымыз болды, жақсы оқыған қыздарымыз болды. Міне бәріңізді біз осы мектепте мұғалім болғаннан кейін бәріңізді мақтан тұтамыз. Дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңа амандық, тойларыңыз тойғыласын деймін. Ассаламу алейкум, құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, құрметті ауылдастар. Мінекей көзді ашып жұмғанымызша 20 жыл деген уақыт өтті зымырап. Қарап тұрсаңыз, кеше ғана кішкентай бала едік, қазір үлкен азамат болдық, қыздарымыз азаматша болды. Алтын ұя мектебімізге келдік 20 жылдан кейін. Сіздерді көргендерімізге өте қуаныштымын. Сіздердің де үйлеріңізде той болсын, аман болыңыздар. Өсіріп атқан ұлдарыңыз бар, қыздарыңыз бар, немерелеріңіз бар, шөберелеріңіз бар. Солардың қызықтарына тоймай жүруді Алла тағалам нәсіп етсін. Халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Айдан айға, осындай Рамазан айына аман есен жетуді Аллам нәсіп етсін. Тек көрген жерде сәлеміз түзу болсын. Аллаға шүкір, осындай тәрбие алдық. Ешкімнің ала-жібін аттамадық. Сіздерді көрген кезде қатты қуанамыз, марқаямыз. Осындай анамызсыздар ғой. Аналарымызды көргенімізде қуанамыз ғой. Сол сияқты сіздерді көргендерімізге өте қуаныштымын. Бұрын айтатын еді, оралап айтқан, кетіп бара жатқанда, мектебі мынау классың, осында 10 жыл тұрасың. Тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың дейді. Сол сияқты кішкентай бала еді, қазір үлкен кісі болдық. Бәріңіз аман болыңыздар. Денсаулық тілеймін. Жаңа не айтады ғой, ең қиын жол ұстаз болу білгенге, пейілдері ыстықтау күннен де, оқушыға уақыт табу оңай ма, өз-өзінен уақыт таппай жүргенде дейді. Ұстаз болу ерлікпен тең мықтылық, білім нәрін сүю соны ұқтырып, жаратқаным жар болсыншы қашанда, елден басқан қадамдарын құтқылып. Ұстаз деген ұлағатты ұладан, бас еді оған ақын ғұламан, ол сенің ертеңіңді ойлайтын мектептегі жігіттер бір анам дейді. Осындай ақ жаулықты аналарымыз, ақ шашты әкелеріміз аман болсын. Солар аман болса, біз де аманбыз. Рахмет. Мінекей бүгінгі ұстаздарымызға сіздерге мыңдан алғыс. Сол көзді ашып жұмғанша мында 20 жыл болыпты бізге де. Сол бәрімізге 20 жылдық бәрімізге оң болсын. Сол жақсы аман есен тарқатып, сол 20 жылдығымызды. Сол барлығыңыз үйіңізде той болсын. Сол жаман күндеріміз осындай болсын. Сол жақсы күнде ұшырасайық бәрімізде. Ассалаумағалейкум. Мына құрметті мұғалімдер, келген мына жолдастарым, Құдайым қадамдарың құтты қадамды болсын. Мына беріп жатқан сыйлықтарым Құдайым жақсы күндерге байланды. Осы жерде Құдайым жақсы күндер болсын. Сонда балдар ертең аттанайын барды бүгін кеште. Құдайым халқына, еліне аман сау болсын. Тойларың оң болсын. Тойда келсейік. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар. Бүгін міне бітіріп кеткен оқушыларыңыз келіп, үлкен жігіт болып келіп жатқандарыңа қуанып жатсыздар, толқып жатқандарың көріп отырмыз. Біз де мына достарымыздың анау сонау жерден іздеп келгеніне біз де қуанып жатырмыз. Сол қадамдарына нұр жаусын, келген қадамдарына. Сіздер де осындай шәкірт тәрбиелеп ұшыра беруіңізге тілектеспіз. Келсек осындай жақсы күндерге келек, мына сахналарыңызда жақсы ұстаз шәкірттерді өсіріп, тәрбиелеп ұшыра бергейсіздер. Мына Рамазан айы бәрімізге құтты болсын.